Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар? Киви бұл тек дәмді ғана емес, сонымен қатар денсаулығымызға керек нағыз пайдалы жеміс. Бұл жеміс киви құсының құрметіне осылай аталған. Орта пішінді 2 киви С витаминінің тәуліктік нормасының 230% ғана өтейді. Бұнда апельсинге қарағанда дәрумен мөлшері 2 есе көп. Ал С витамині иммундық жүйені ынталандырады, стресске және жасқа байланысты процестерге қарсы тұруға көмектеседі. Сонымен қатар С витамині темірдің жақсы сіңірілуіне және жаралардың жылдам жазылуына ықпал етеді. Сондай-ақ киви құрамында холестеринді төмендететін және адамның иммунитетін нығайтатын әлеуетті антиоксидант Е дәруменімен бірегей майсыз формасы бар. Киви жемісінде серотониннің көп болуы бұл жемісті ас қорыту және жүрек тамыр жүйесі үшін өте пайдалы етеді. Серотонин есте сақтау қабілетін, көңіл-күйді жақсартады және ақпарат қабылдауды ынталандырып, тәбетті қалпына келтіреді. Сонымен қатар серотонин тез және ауыртпалықсыз оянуға ықпал ете отырып, ұйқыны сапалы және сандық түрде жақсартады. 2 киви шамамен құрамында 30 мг магний бар, ал бұл жүйке мен бұлшықеттердің жұмыс істеуі үшін маңызды зат. Сондай-ақ киви калийге бай. Онда калий мөлшері бананға қарағанда 2 есе көп. Ал кивиді үнемі тұтыну қан қысымын реттейді, инсульт және бүйрекке тас жиналу қаупін төмендетеді. Сондай-ақ остеопороз бен жүрек-қан тамырлары ауруларының алдын алуға көмектеседі. Таңғы аста 1 киви жеу қанды сұйылтатын аспирин секілді тиімді. Сонымен қатар кивиді тұтынғанда жанама әсерлер болмайды және ол әлдеқайда пайдалы. Зерттеулер көрсеткендей, кивидің құрамында С витамині болғандықтан, ол тыныс алу органдарындағы ауыртпалықты жеңілдетіп, қырылдаудан, жөтелден, демігуден арылтады. Көру қабілетін жақсартады. Кивидің құрамында жасқа байланысты болатын, көру қабілетінен айырылуға жол бермейтін фитохимиялық лютеин бар. Лютеин сондай-ақ көзімізді еркін радикалдардың зиянды әсерінен қорғайды. Адам ағзасы лютеинді өздігінен синтездей алмайды, сондықтан оны тек тағамнан ғана ала аламыз. Сондай-ақ кивидің құрамында зеаксантин бар, ал ол заттың жетіспеушілігі көру қабілетінің кері әсерін береді. Киви жемісінің құрамында флавоноидтар мен каротиноидтар анкоциногендік әсері бар екені дәлелденді. Олар ДНК-ны тотықтанудан қорғайтын және рак клеткаларының пайда болуларына жол бермейді. Кивиді өз денсаулығы мен сымбатына назар аударатындар жақсы бағалайды. Оның құрамында калория аз және май жоқ. Дегенмен киви ас қорыту жүйесінің қалыпты жұмыс істеуі үшін қажетті талшықтарға бай. Сонымен бірге киви жүкті әйелдер үшін қажетті жеміс. Оның құрамында жатырдағы қан жасушаларын өндіруге қажетті фолий қышқылы өте көп. Бұл экзотикалық жеміс, еркектерге де пайдалы. Кивидің амин қышқылдарының аргинині импотенцияны емдеу мен алдын алуға қолданылады. Кивидің қандай зияны бар? Кейбір адамдарда киви аллергиялық реакция тудыруы мүмкін. Көп жағдайда кивиді тым көп мөлшерде жейтін адамдарда дененің түршігуі, аллергияның әртүрлі түрлері дамиды. Киви қаншалықты пайдалы болса да, осы жемісті асыра пайдалануға болмайды. Киви жемісін көп жеу ісінуге, ал көп жағдайларда анафилаксияға әкелуі мүмкін. Сондай-ақ ісінуден бөлек кивиді көп мөлшерде тұтыну демікпе, бөртпе, терінің қызаруы, ауыз қуысының шырышты қабығының тітіркенуіне әкелуі ықтимал. Кейде кивиді шамадан тыс қолдану тағамдық аллергия синдромын дамытады. Мұндай жағдайда адамның ерні, тілі мен шырышты қабаты ісініп, аузында ауырсыну және қышу сезімі пайда болады. Менің жас арнама тіркеліп, мені қолдай отырыңыздар.